Баяғда бір бай адам өмір сүріпті. Ол өмірден өткенде барлық байлығын ұлына тастап кетіпті. Қатерінде ұлын қасына шақырып алып, мынандай өсиет айтыпты. Ұлым, мен мына өмірден өтіп барамын. Менің өмір бойы тірнектеп жинаған байлығымның бәрі саған қалады. Мен өлген соң сол байлыққа әр ауылда үй сал, жегенің бал мен нан болсын депті. Көп замай әкесі қайтыс болыпты. Баласы бірден әкесінің айтқанындай әр ауылда үй салыпты. Жегені бал мен нан болыпты. Ештеңеден таршылық көрмепті. Бірақ әкенің байлығы қанша көп болса да, ақылсыз жұмсала бергендіктен таусылыпты. Бала бал мен нан түгіл, қатқан нан тауып жей алмайтын, басында түнейтін баспанасы жоқ жағдайға жетіпті. Уа, әке! О дүниеде тыныштық бағыр. Әке, маған барлық байлығыңды беріп тұрып, қандай өсиет айтқансың деп заршылапты. Мұны естіп тұрған әкесінің досы: сен әкеңді не үшін қарғап тұрсың? Ол саған не істеді деп сұрайды. Не істеді дегеніңіз не? Әке байлығын тастап тұрып маған әр ауылда үй сал, жегенің бал мен нан болсын деген өсиет айтты. Мен әкемнің айтқанын бұлжытпай орындадым. Қазір жеткен жерімнің түрі мынау. Сенің әкеңнің ешқандай кінәсі жоқ. Бәріне өзіңнің ақылсыздығың кінәлі. Сен әкеңнің өсиетін дұрыс түсінбегендігің кінәлі. Әкеңнің әр ауылда үй сал дегені, әр жерде сенімді достарың болсын дегені. Бал мен нан же дегені, еңбекпен тапқан наның бал татысын дегені еді. Сен оны дұрыс түсінбей, осындай жағдайға жетіп тұрсың. Бұл жерде әкеңнің қандай күнәсі бар дейді әкесінің досы. Жігіт әкесінің өсиетін дұрыс түсінбегеніне қатты өкініп, сол күннен бастап әр ауылдан достар тауып, нанды еңбекпен тауып жеп, мақсат мұратына жетіп.